Hoş geldinizler. Bugün sabahta kim yok? Merhaba. Жұмабай Нұрбақыт және Бекбосын Нұрхана отырады. Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын Филиппити сервис арқылы топқа бөліп алайық. Бұл сервис автоматты түрде сендерді топқа бөледі. Бұл барабанда сендердің аты жөндерін жазылған. Қазір айландырамыз. Сөйтіп 3 топқа бөліміз. Аты жөндерін қарап 3 топқа бөліміз. Балалар, Қан бастаймыз. Кім қандай топқа түскенін. Бірінші топ. Жанерке, Сапарай, Миржа, Берас, Нұрғанымда. Ұрбағын, Мұрзатай, Жеңісқан, Аязға, Абдүр, Айыша, Ердон. Үшінші топ. Құлдәулет, Нұрсама, Абудан, Болат, Балдәулет, Маржан, Ербет, Нұркен. Bağlıklarımız böyle oldu ya. Yarayısında bağlılar. Şimdi topun resimlerini verelim. Birinci topla ana topu, ikinci topla bu topu, üçüncü topla bağlar topu. Yani sabahımızda ынтымақтастық атмосферасын орнатуымыз үшін біз аффирмация айтамыз. Бірінші, сабаққа белсенді қатысамыз. Екінші аффирмациямыз. Сабақ мақсатына жетеміз. Үшінші, бірлесе жұмыс атқарамыз. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі біз білесіңдер, біз бұл тоқсанда Махаббат және абырой бөлімінде Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығымен танысып жатырмыз. Тақтан қараңдаршы, Мұқағали Мақатаев 1931 жылы болып, 76 жылы қайтыс болған. Мына өлең қараңдар. Батар күн, келер күн, атар таң, шығар күн, бәріңе құмармын. Осы мен осылай мәңгілік тұрармын. Өлмеймін, сірәді өлмейтін шығармын. Керемет жазған, Мұқағали атамыз. Енді сабағымыздың үй тапсырмасын сұраймын. Үй тапсырмасында сендерге мен жалпы Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасын толық оқып келіңдер деген. Соған байланысты мен әр топқа шығарманың композициялық сюжетін талдауға беремін. Бірінші топ ана тобына шығарманың басталуы және шығарманың дамуы. Екінші топ табиғат тобына шығарманың байланысы, шығарманың шиеленісі. Үшінші топ бала тобына шығарманың шарықтау шегі, шығарманың шешімі. Сендер толық оқысаңдар, бұл қиын тапсырма емес. Сендердің әр жауаптарына мен ұпай белгілеп отырамын балалар. Дескриптор бойынша 10 ұпай жинаған оқушы өте жақсы деген баға алады. Сондықтан әр тапсырмаға өздеріңнің білімдеріңді, ақыл-ойларыңды көрсетіп, сабаққа белсенді қатысамыз, Ал бастаймыз. Уақыт 1,5-2 минут жетеді ме оқушы? Ал бастаймыз. Ана тобы дайындалыңдар, табиғат тобы дайындалыңдар, бала тобы дайындалыңдар. Үй тапсырмасын сұраймын. Уақыттарын кешті. Бұл жерде 3 ұпай алуға мүмкіндіктердің бар. Себебі дескриптор көрдіңдер. Астында дескриптор жазылып бар. Көрініп тұрма сендерге? Уақытымыз өтіп жатыр, балалар. Қаны, қай топ дайын? Алдымен ана тобынан сұрайықшы, шығарманың композициялық сюжеттік талдауын қалайды. Қан кім айтады? Қаным, Ерасыл, тыңдаймыз. Жетінкөл туралы аңыз. Шығарманың басталуы, Жетінкөл. Жетінкөл туралы аңыз. Жетінкөл туралы аңыз, Көлерге туралы атылар. Көлерге атылар. Отыра ғой, шығарманың дамуы. Қаным, Нұрсұлу, тыңдаймыз, дұрыс айта ма?
баланың ауырып жатқаны, анасын баласын көрген кезде тәуіпшалды шақыруы. Баланың ауырып жатқаны және анасын баласын көрген кездегі тәуіп шалдың шақыруы. Дұрыс па балалар? Отыра ғой. Келесі тобымыз табиғат тобына шығарманың байланысы мен шығарманың шиеленісі. Кім айтады? Шығарманың байланысуы аққуды атқан ана жетім көлдің маңы астан кесті. Аққуды атқан ана және жетім көлдің маңы астан кескен екен. Шығарманың байланысы. Отыра ғой. Шығарманың шиеленісі. Кім айтады? Қанкөл, аққудың киесі, баланың өлімі. Келісесіздер ме балалар? Сендер оқыдыңдар ғой, иә? Отыра ғой. Келесі бала тобы шығарманың шарттау шегін кім айтады? Аружан. Шығарманың шарттау шегі жетім көл аққуынан айырылуы. Жетім көл аққуынан айырылуы. Тамаша, керемет. Отыра ғой. Шығарманың шешімі, ең соңғы шығарманың шешімі. Қалай аяқталады? Кім жауап береді? Меруерт. Анасы баласы үшін аққуды атып, жетім көлдің аққусыз қалуы. Жетім көлдің жетімсіреп аққусыз қалуы. Келісеміз ба? Кім кері байланыс береді? Дұрыс па шығарманың шешімі? Келісеміз ба? Кәні Нұрсұлу? Шығарманың шешімі дұрыс болды, бірақ шығарманың шарттау шегі дұрыс болмады. Иә. Себебі жылқышының келгенін айтып келеді. Дұрыс айтасыз. Отыра ғой балалар. Түсіндіңдер ғой, иә? Міне, көрдіңдер. Енді үй тапсырмасын тиянақтау үшін сендерге мынандай бір ұғым түсті. Мысалы, дүниеде, мысалы, табиғатта, мысалы, табиғат адамдардың төл перзенті, иә? Төл перзент, табиғаттың төл перзенті адамдар, иә? Дүниеде екі ана болатын болса, бір анамыз осы тіршіліктің анасы, табиғат анасы. Екінші анамыз адамдардың анасы, иә? Осы екі анада өте мейірімді екенін білеміз, иә? Осы шығарманы оқып отыр. Қараңдар, осы екі анаға біз құрмет көрсетуіміз керек, жанын жараламауымыз керек. Түсіндіңдер ме балалар? Жалпы осы аққулар ұйықтағанда поэмасында өте жақсы көрсеткен Мұқағали атамыз. Келесі тапсырма, үй тапсырмасына сендерді бағалаймын. Жауап берген оқушыларға ұпай жинады, 3 ұпай. Келесі бүгін жаңа сабағымыз Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасындағы әйел ана мен көл еркесі аққу бейнесі. Енді бұл 3-ші сабағымыз балалар. Біз жалпы барлық поэманы оқып білдік, шығармасы, композициялық сюжет талдау жасадық. Енді осы сабаққа байланысты сабағымыздың мақсатына келейік. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездемелерді жіктеу. Сабағымыздың мақсаты түсінікті ме балалар? Иә. Ол үшін не істейміз? Шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекет арқылы тура және жанама мінездемелерді жіктейміз, иә? Енді қараңдар балалар, енді біз сабағымыздың мақсатына сай және де танымдық түйсігімізді одан әрі нақтылау мақсатында, таным жүйемізді анықтау мақсатында спиннер сервисі арқылы берілген сұрақтарға жауап берейік. Осы барабанда сұрақтар беріледі, сол сұрақтарға жауап береміз балалар. Бұл спиннер программасы. Міне балалар қараңдар, сендердің аты жөндері жазылған бұл программада. Енді осы барабанды айландырамын. Осы барабан қай атқа түссе, сол білім алушымыз сұраққа жауап береді. Өзі 6 сұрақ бар. Ал айландырдым. Жеңісханға түсті. Жеңісхан қандай сұрақ түсті саған? Мұқағалидың азан шақырып қойған есімі. Иә, Мұқағалидың азан шақырып қойған есімі. Мұхаммедқали. Мұхаммедқали дейді. Дұрыс па балалар? Иә. Отыра ғой.
Нұрдәулетке түсті. Нұрдәулет қандай сұрақ түсті саған? Ана деген ұғымды қалай түсінесің? Яғни Нұрдәулет қаттырақ сөйлейміз. Ана деген ұғымды қалай түсінеміз? Кім кері байланыс береді Нұрдәулетке? Ана деген ұғымды қалай түсінеміз? Кәні? Нұрсұлу, қалғаныңыз білмейміз бар? Аязан, сен айтшы. Жарайды. Ана әлемдегі ең сұлу, ең керемет ата ол ана. Ана бір қолымен әлем тербесе, бір қолымен есікті тербейді. Ананы меккеге 3 рет арқалап апарсаң да парызын өтей алмайсың. Өте тамаша. Отыра ғой. Нұрдәулет білдің ғой, иә? Ана деген өзіңде айта алатын едің, иә? Бірақ ойыңды жеткізе алмадың. Жарайсыңдар. Бұл сұрақты өшіріп тастаймыз, балалар. Келесі барабан айландырамыз. Барабанымыз кімге түседі? Бақдәулетке түсті. Бақдәулет қандай сұрақ түсті саған? Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деген мақалды қалай түсінесің? Жарайсың, кәні қалай түсінесің? Айтып берші. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деген мақалды қалай түсінесің? Балаға бір бәле болса, анаға оны ойлап жүрегі ауырады. Иә, өйткені біз аққулар ұйықтағанда поэмасындағы баланың ауырып жатқан баланың халі үшін анасы қандай жағдай болса да киесіне де қарамастан аққуды атты, иә? Өйткені аққу өте киелі құс, иә? Құстардың ішіндегі киелі құс, махаббаттың символы ретінде, иә? Міне сол киеге қарамай аққуды атты. Сонда қысқаша айтқанда, анасы үшін, баласы үшін анасы жанын беруге де даяр, иә? Бақдәулетке дұрыс па, келсеңіз ба айтқанына? Келсеңіз, иә? Отыра ғой. Бақдәулеттің сұрағын өшіреміз. Келесі барабанды айландырамыз, кімге түседі екен? Азиза. Азиза, саған қандай сұрақ түсті? Кие қасиет деген ұғымды қалай түсінесің? Иә, кие қасиет деген ұғымды қалай түсінесің? Кие қасиет дегеніміз барлық нәрсенің өз киесі болады, аққудың да өзінің киесі болады. Иә, құстардың да, аңдардың да барлық тіршілік атаулының өзінің киесі болады деген, иә? Азизаға кім кері байланыс береді? Нұрсұлу? Қасиет кие дегеніміз жаратылысы ерекше, жаратылғаннан оған тиісуге болмайтын киелі заттар. Жаратылысы ерекше, оған тиісуге болмайтын ерекше құбылыстарды айта деген. Жарайды, отыра ғой. Бұл сұрақты да өшіреміз. Келесі сұрағымызды айландырып көрейік, кімге түсетін. Балалар, жел салып отырамыз, сабаққа белсенді қатысамыз. Нұрбақыт. Нұрбақыт сабақта жоқ еді, иә? Жарайды. Тағы да айландырамыз. Ерасылға түсті. Ернұр ма? Ернұрға түсті. Ана, бала, аққу туралы мақалаларды айтыңыз дейді, Ернұр. Баланың өмірі балада, баланың өмірі балада. Керемет. Тағы да бала туралы, аққу туралы мақалдар. Аққудар па? Жарайды. Тағы да Ернұр. Ернұрға кім көмектесіп береді? Ана, бала туралы мақалдар, аққу туралы мақал мәтелдер. Кім біледі? Меруерт. Қалғанымызды ат салсақ, балалар? Аққуда сүт жоқ, анада от жоқ. Жарайды. Аққуда сүт жоқ, жылқыда өт жоқ. Жарайды, отыра ғой. Фарида бар ма? Мақал. Анаға, балаға, аққуға. Аққу айдынын аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Өте тамаша. Аққу айдынын аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Отыра ғой, Жеңісхан. Анасы аш алма жесе, баласын ысырапсыз.
Өте керемет, жарайсыңдар, отыра қой балалар. Бұл сұрақты Ернұрдың